236 мың қазақ болған 28-ші яғни бұл сирустың есебі. Ал жаңағы кешіріңіздер 826 мың қожалықта 6 адамнан есептесеңіздер 4.836 мың адам ұшырады. Бұл қазақтың кәдімгі 1928 жылғы кәмпескенің алдындағы саны. Ал енді 30 жылы отырықшыландырудың алдындағы саны да берілген. Отырықшыландыру туралы комитет құрылды ғой. Сол комитет амал жоқ. Қанша қазақты отырықшыландырамыз деп есебін шығаруға мәжбүр болды. Мәскеуден қаражат алу үшін. 726 мың қожалық. Ресми осы архивте бар ол материал. Яғни қалай есептесеңіз қазақтың саны 4 миллионнан асып кетіп 5 миллионға жақындайды. 726 мың менің айтып тұрғаным ол отырықшыланатын ғана қазақтар. Ар отырықшыланған қазақтардың шаруашылықтары оған жатпай тұр есепте. Оның бәрін алсақ 826 мың деп жаңағы 4 миллион 800 мыңнан асып кетеді. Енді әрине қазақ халқының 48% қырылды деп жүрміз. Осы ашаршылықта. Бұл деген сөз өздеріңіз біліп отырсыздар, жаңа менің әріптесім Қайдар Аударман өте дұрыс айтты. 92 жылғы Манаш Қозыбаев бастаған комиссияның шешімін біздің қазақтар әлі оқымайды. Әсіресе біздің журналист ағайындар соны оқымайды, әртүрлі пікірлер айтады. Онда тайға таңба басқандай анық жазылған. Қырылған қазақтардың саны 31-33 жылдары. Онда 2.200 мыңнан асып кетеді деп нақты жазылған комиссияның қорытындысы. 92 жылы 22 желтоқсанда. Қазправдаға орыс тілінде шықты. Қайдар әріптесім мен Әбілғожин редакциялады біздің справкаларымыз. Оған анау жаңа Мақаш Тәтімов, оған мынау Шерхан Мұртаза, Камал Смайылов сияқты депутаттар Алтыншаш Шағанова, жаңа барлық министрлер, жаңағы барлығына соттың басшылары айтып отқандай. Бәрі мүше ол бір комиссия. Барлық справкалар жинап, бәріміз справка беріп, Мәмбет Қойбердиев бар, мен бар, Қайдар Аударман, Әбілғожин, барлығымыз Қайрат Сапарғалиев бар заңгер. Справка беріп, сол справканы Аударманов пен Әбілғожин редакциялап, оны бәріміз қарап, соны жариялаған біз. Манаш ағамыздың басшылығымен. Өкінішке орай осы мықты документті не оқулық жазғандар пайдаланбайды. Не осы ашаршылық туралы әңгіме бастағанда осыны оқымай келіп сөйлейді. Осы құжатты парламенттің жанындағы комиссия ғой айналайындыру. Бірінші рет біз Қауіпсіздік комитетінің архивінде отырдық. Өйткені Қауіпсіздік комитетінің бастығы генералдың өзі осы комиссияға мүше болды. Көп нәрселерді ашты бізге. Ал енді мен айтайын деген мынандай енді. Жалпы мынау тағы біз назар аудармайтын бір мәселе бар. Мына Алтаудың қаты бар ғой. Исқақов, Қабдолов, Арыстанов, Айбасов, Тоғжан, Жандос, Ораш Жандостың ағасы. Осы Алтаудың қатын оқымайды біздің адамдар. Айтатынымыз бесеудің қаты. Шын мәнінде қасіреттің, босқыншылықтың көлемі Алтаудың қатында көрсетілген. Алтаудың қатында анықтап тұрып, тайға таңба басқандай жазады міне 800 мың қазақ шаруашылығынан, яғни 4.800 мың адамнан қазақ шаруашылығынан деп жазады Алтау. Мінекей 1932 жылдың көктемінде 450 мың қазақ шаруашылығы, 2.025 мың қазақ қана қалды деп атап көрсетті. Алтаудың қатында тұрған. Қанша қырылған қазақтың. Алтаудың қатын оқымай айналайындар ол. Келіп алып 4 миллион қырылған, 3 миллион қырылған деп тұрып айтамыз. Ең болмаса Алтаудың жаңағы Исқақов, Қабылов ағамыздың, Жүсіпбек Арыстанов ағамыздың Айбасовтың атына көше бергенбіз. Мен хат жазып әкімдікке. Ғаббас Тоғжанов ағамыз, Жандосов, Оразалы. Осы кісілердің әруағын сыйлайық та. Бұл мәселені тек басқа деректерді айтпай қояйын.
Осы тайға таңба басқандай дерек қолымызда тұрғанда ашаршылықтың саны анықталған жоқ, ол әлі зерттелген жоқ. Оны Алтаудың өзі зерттеп жазып кеткен. Онда олар жазады, Қазсабнаркомның мәліметіне сүйеніп отырмыз деп. Мінекей осы мәселеге назар аударуға керек деп ойлаймын. Ары қарай айтайын дегенім енді біраз оқып берейін жазғанымда. Бұл мәселеге байланысты мұрағат қойнауларында деректер өте көп. Ең көп дерек босқыншылыққа байланысты. Ол өте мол, облыстық архивтерде де бар. Өйткені кезінде Мәскеудегі Тұрар Рысқұловтың арнайы тапсырмасымен Қазақстан басшылығы үкімет жанынан шаруашылықты орналастыру комитеті құрған болатын. Босқындарды орналастыру комитеті құрғызған Тұрар Рысқұлов. Қазір анау дейміз, мынау дейміз Тұрар ағамыз. Оның өкілдері қазақтар босып кеткен кеңестер одағының аймақтарында жұмыс жасап, босқындар санын анықтаумен және оларды Қазақстанға қайтарумен айналысты. Босқындар саны Тұрар Рысқұловтың Иосиф Сталинге жазған екінші хатында да әртүрлі аймақтар бойынша нақты көрсетілген. Сонымен бірге Батыс Сібірдегі, Орта Еділдегі, Қырғызстандағы, Орталық Азиядағы қазақ босқындар туралы мәліметтерді сол аймақтың басшылары да Мәскеуге және Қазақстанға жолдаған ресми және жедел хаттарында нақтылай түседі. Олардың бәрін тарихи салыстырмалы түрде талдар болсақ, 1932 жылдың 1 ақпанына дейін 1.500.000 адамның босқыншылыққа ұшырағанын байқар едік. Бірақ босқыншылық 1930 жылдың шілде айына дейін созылды. Қазақстан үкіметінің 1933 жылғы Мәскеуге берген ресми мәліметтеріне қарасақ, 1931-33 жылдары Қазақстан бойынша ауыл халқының саны 2.600.000 адамға кеміген 3 жылдың ішінде. Бұл енді бұл мәселене қырылғандар емес, кемігендер. Бұл негізінен қазақ қожалықтарына қатысты. Жылдар бойынша қарастырар болсақ, 1930-31 жылдары маусым айындағы есеп бойынша ауыл халқы мал санақтары бойынша 759.000 адамға кемісе, 1931-32 жылдары 1.887.000 адамға кеміген. Ал келесі жылы 1932-33 жылдары 733.000 адамға кеміген. Барлық кему 1931-33 жылғы мал санақтары бойынша әр жылы маусым айында жүргізіліп отырған мал санағы 3.379.000 адамға кеміген. 3 жылда 31-33. Бұл қырылғандар емес, бұның ішінде босқындар да бар. Ал бірақ біздің мына журналист ағайындар осы 3.379.000 адамды бүкіл қырылған қазақтың саны айдап жібереді. Айналайындар бұл ауыл халқының саны, және кему саны, және жыл сайын қанша кемігеніне дейін тіркеліп тұр. Мал санағы бойынша. Ары қарай кеттік. Атап көрсетер бір нәрсе, бұл мәліметтер қайтыс болғандарды да, босқындарды да қамтиды. Яғни мұрағат қойнауындағы деректерде аштық құрбандары мен тірі қалған босқындар сандары көбіне бірге көрсетіледі. Бұл мәселе не деп көрсетіледі? Жаңа босқындар мен қырылғандардың саны. Кему деп, кему. Мұның өзі босқындар санын ашаршылық құрбандарынан бөліп көрсету қажеттігін туғызады. Босқындардың санын анықтап алмай, ашаршылықта қырылғандардың санын анықтай алмаймыз. Өйткені тірі қалған босқындарды анықтамай, аштан өлгендердің санын нақтылау мүмкін емес. Санақ мәліметтерін талдағанда, көрші республикалардан Қазақстанға қайтпай қалған қазақтардың 300.000-нан астам адам екенін аңғарамыз. Басқа аймақтардан Қазақстанға қайтпай қалған босқындар. Бұл кеңестер одағындағы Қазақстанға көрші аймақтарда аман-есен өмір сүріп жатқан босқындар. Қазақстанның өз ішіндегі босқындарға келетін болсақ, бұл мәселеде де нақты деректер бар. 1934 жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақстанда шаруашылық өндіріс орындарына орналастырылған босқындар саны 622.2 мың адам.
яғни жарты миллионнан асады. Орналастырылғандар 32 жылдың 34 жылдың 1 қаңтарына дейін. Яғни бұл 139,6 мың қожалық. Жалпы алғанда 1933-34 жылдары Қазақстанда 640 мың адам, 160 мың шаруа қожалықтары босқындарға көрсетілген көмектің нәтижесінде Қазақстанға орналастырылды. Бұл ресми есеп бәрі тіркелген. Бұл Қазақстанның ішіндегі ашаршылықтан аман қалған босқындардың сандық көрсеткіштері. Ал енді жалпы босқындардың Қазақстаннан шығып кеткен 500 мыңнан астамының 200 мыңдайы Қазақстанға қайтып оралды. Левон Мирзаян өзінің 33 жылғы 23 наурызда Сталинге және Молотовқа жазған хатында республиканың ішіндегі босқыншылыққа ұшыраған халықтың санын 300 мың адам, яғни 90 мыңнан астам қожалық деп атап көрсеткен. Қазақстанның 30 ауданында босқыншылық орын алған туралы Голощекиннің өзі де 1932 жылы 9 қыркүйекте Сталинге жазған хатында атап көрсетіледі. Сталинге жазған 21 беттен тұратын хаты бар. Сонда Голощекин Сталинге шындықты айтпады дейді, біреулер айтады, жасырды деп. 32 жыл 9 қыркүйекте жазған хатында ол осы 71 ауданда ашаршылық орын алғанын көтерілісте бәрін айтқан. Жанама және ресми деректер талдау нәтижесінде алапат ашаршылықта 1930 жылы қазақ босқындарының саны жалпы алғанда шетелдегілерді қосып есептегенде 1.100.000 адамнан асып кететін көреміз. Жалпы босқындардың көлемі. Босқындар санын толығырақ көрсету үшін шетелге өткен қазақтар санын анықтап алуымыз керек. Бұл мәселенің осы уақытқа дейін едәуір бұрмаланып келгенін айтпасқа болмайды. Тағы бір айта кетер нәрсе, Қазақстан тарихына байланысты іргелі зерттеулерге Қазақстанда аштан қырылғандар сандарын аман қалған босқындар есебінен ұлғайтып көрсету жолымен ашаршылық құрбандарын азайтып жіберетіндер де бар. Босқындардың санын көбейту арқылы Қазақстанда қырылған қазақтардың санын азайтып көрсетеді. Мысалы, Ровет Канквес, жаңа Хайдар Алдарманов әріптесім айтты, Қазақстанның шекаралы аудандарынан батыс Қытайға 200 мың қазақ көшіп кетті деп айтады. Осы жылда Ровет Канквес. Ал ресейлік тарихшылар Поляков, Жиромская, Киселев олардың санын 1.300.000 адамға жеткізеді. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, 3.379.000 адамның 1 миллион, мына орыстар айтып отырғанда 300.000 Қытайға көшіп кеткен болса, Қытайға көшкендер аман қалған. Ал енді қазақ қырылмаған ұқсады. Осындай саясатқа қалай қарайсыз? Әсіресе соңғылардың Қытайға өткендер сандарын ешбір негізсіз ұлғайтып көрсетулері Қазақстанда аштан қырылған қазақтардың сандарын көпе көрінеу азайтып көрсетуге алып келетінін айтпасқа болмайды. Өкінішке орай, Қытайға кеткен қазақтар санын 500 мыңдай адам деп көрсететін қазақстандықта тарихшылар бар. Аттарын атамай қойын, өзіміздің кәсіби әріптестеріміз 500 мың деп көзді жұмып, ешқандай мәліметке келмейтін, еш жерде жазылмаған мәліметті соғып жіберді. Мұның өзі кейбір зерттеушілерді аштық қасіретіне байланысты қате қорытындылар жасауға итермеледі. Егер 1930-33 жылдары Қазақстанда қысқарған ауыл халқының саны, жаңа айтқанымыздай 3.379.000 адам деп есептесек, қазақтарды шетелге көптеп көшіріп беру аштан қырылғандарды азайтады. Мұндай қорытындылар сөз жоқ, аталмыш ашаршылық жылдарындағы тарихымыздың шындығын көлегейлейді. Айта кетер бір мәселе, Қытайға кеткен қазақтар саны ОУФ-дың шекаралық бөлімдерінің мәліметтерінде және Қытайдағы КСРО барлаушыларының құпия баяндауларында деректерде анық көрсетілген. Қытайдағы шпиондарымыздың барлық мәліметтері КГБ арқылы тігіліп тұр. Оны Қайдекең, Мәкең, мен бәріміз көзімізбен көрдік, оқыдық.
Біздің шпиондардың бәрі жазғандары, онда қазақтардың қалай өтіп жатқан қанша екені бәрі. Ары қарай мұндай қорытындылар сөздер аталмыш ашаршылықты бұрмалап көрсетеді. Олар бойынша тіптен Қытайға көшкендердің әлеуметтік құрамы да нақтылана түскен. Қанша бай, қанша орташа, қанша кедей соған дейін береді талдап. Қытайға көшкенде. Мысалы 1930 жылы Қытайға 15.302 қазақ өткен болса, олардың 3.510-ы байлар, 5.039 орташалар, 40.463 кедейлер, 2.290 колхозшылар. Ал 1931 жылда солай көрсетілген, міне 32 жылда солай көрсетілген. Енді ары қараймын. Сонымен қатар қызыл шекарашылар, шекарадан өткен қазақтардың ұсталғандарының да санын атап көрсетеді. Мысалы, 1931 жылдың 1 қаңтарынан 1 қарашасына дейін аралықта шекарадан өтерде 14.412 адам ұсталған. Шекараны бұзып өтпек болған босқындардың қанды қырғынына ұшырағандарда тарихи шындық. Ресми мәлімет бойынша 1930 жылдың өзінде ғана Іле округінің шекарасынан Қытайға өтерде 1000-нан астам қазақ босқыны өлтірілген. Шекарашылар өлтірген. Біздің шекарашылар. Қытай жағы емес. Дегенмен де Батыс Қытайда 1931 жылдың 1 қарашасынан бастап шекара күзеті барынша күшейтілді. Дәл осы кезеңде кеңес үкімет тарапынан да шекараны күзетуге байланысты қосымша шаралар қолға алынды. Өз кезегінде Батыс Қытайдың Үрімші және Чикучак губернаторлары 1932 жылдың наурыз айында Қытай шекара күзетіне КСР-дан өтіп келген босқындарды жедел кейін қайтару туралы арнайы нұсқау берді. Бұл бойынша босқындарды жасырған Қытай шекарашылары жауапкершілікке тартылатын болды. Шекара әскерлері 30-31 жылдардағы Қытай мен Қазақстан шекаралық аудандарында халықтың қысқаруы туралы мемлекеттік жоспарлау мекемесінің мәліметінде пайдаланады. Госпланның. Ол бойынша осы кезеңде Қазақстанның шекаралық аудандарының саны өте 11 аудан. Госпланның мәліметін келтірейін сіздерге. Госплан бұлай береді. Қазақстанның шекаралық аудандарында халықтың саны 87.000 адамға қысқарған. Осы кезде. Бұл енді шекарадан өтерде өлгендер менен әрине ар жаққа өтіп кеткендердің саны. Сонымен қатар Қытайдағы барлаушылардың мәліметтері бойынша, біздің барлаушылардың, Батыс Қытайда осы жылдар Қазақстаннан көшіп келген 60.000 адам өмір сүріп жатты. Осыларды және 32 жыл шекарадан өткендерді және шекара бойындағы қарулы қақтығыстарда қайтыс болғандарды қосып есептейтін болсақ, Қытайға өткен қазақтардың саны 70.000 айналасы деп көрсетер едік. Айта кету керек, Қайдар Сейсенбекұлы Алдажман маған КГБ-да бір материалды оқышы деп көрсетті. Қарасақ, жаңағы матер деректе біздің қауіпсіздік мекемеміз Қытайға өткен адамдардың санын көрсеткен екен. Онда жаңа 72.000 деген цифр бар. Бұларда Ауғанстанға және тағы басқа шетелге өткендерді қосып санағанның өзінде, күштегі ұйымдастыру жылдарында шетелге өткендер саны шамамен 100.000 айналасын құрайды. Енді одан артық шетелге өтіп кетті деп айту артық болады. Шекаралық оқу органдарының мәліметтерінде қазақтардан кейін Қытайға көп көшіп жатқан ұйғырлар болып табылатыны атап көрсетіледі. Олар негізінен Жаркент, Октябрь аудандарынан көшіп кетті. Қытайға кеткендер арасында дүнгендер мен орыстар да бар. Олар негізінен Жаркент, Лепсі, Үржар және Зайсан аудандарынан көшіп кеткендер болатын. Ресми мәліметтерде Қытайға қазақстандық дүнгендердің жартысына жуығы көшіп кеткені атап көрсетіледі. Дүнгендердің жартысына жуығы Қытайға көшіп кеткен. Дегенмен де Қытайға өтушілердің негізін қазақ босқыншылары құрайды. Айта кетер бір нәрсе, 1931 жылы Қытаймен шекаралас аудандардың саны жаңа айттым 11 болатын, бұрын 16 аудан болған. Олар тіптен атапты айта аламыз: Алакөл, Лепсі, Октябрь, Жаркент, Кеген, Қатан, Қарағай, Зайсан, Тарбағатай, Үржар аудандары. Солардың бәрінің есебін айтып отырмыз. Сонымен қатар Талдықорған және Ақсу аудандарында шекараға жақын орналасқанын айта кеткен жөн. Шекаралық аудандардың халықтары 31 жылы
505 мың адамнан асып түсті. Бұл Қазақстан халқының 7,33% пайызы болатын. Шекаралық аудан халықтарының 66,10% қазақтар. Яғни 334.268 қазақ мекендері. Жаңағы 11 ауданда. 30 жылы ашаршылықтың қарсаңында. Бұдан байқайтын, шекаралық аудан халқының өзі 6 миллионнан сәл ғана асатындықтан, Қытайға бұл кезде 1 миллионнан астам адам көшіп кетті деуге ешбір негіз жоқ. Шекаралық аудандардың халқының өзі 6 миллионға жетпейтін болса, 1 миллион қазақ қалай көшіп кетті Қытайға? Оның үстіне 1930 жылдан бастап Батыс Қытайда халықтық паспорт жүйеге тіркеу қолға алынған болатын. 30 жылдан бастап Қытайда, мына Шығыс Түркістанда паспорт беру басталды. Паспортқа тіркеу жүйесі. Сонда бәрі анықталды. Кім босқын, кім осы жерде тұрып жатыр, бәрі Қытайдың жағындағы мәліметтері бар. Мұның өзі Қытай жағының сырттан келген босқын қазақтарды арнайы тіркеуін алып келді. Жаңағы айтып тұрған цифрларымыз осы тіркеуге сүйенеді. Шекаралық отрядтардың ресми мәлімдемелерінде Қытайға өтушілердің негізінен қолдарындағы әртүрлі заттарын астыққа айырбастау үшін амалсыздан шекараны бұзатыны атап көрсетіледі. Сонымен қатар Қытайға өтіп алып, онда шекаралық аудандарда қарулы жасақтар ұйымдастырып, Қазақстандағы өзінің туыстарын өткізіп алуымен шекара аймақтардан Қытайға колхоздардың малын айдап кетумен айналысқан қазақтар туралы да көптеген мәліметтер Қауіпсіздік комитетінің жақсы сақталған. Отрядтардың бастықтарына дейін көрсетілген. Ішінде Алашорданың милициясын басқарған Райымжан Мәрсековтің отрядта жүр. Қару жарағына дейін бәрі бар. Ал енді бұл мәліметтердің бәрі әрине біздің мына КНБ-да құпия мәліметтерге жатады. Әлі көптеген зерттеушілердің қолына тиген жоқ. Енді бұл мәліметтер ұлттық қауіпсіздік комитетінің қорында жатқандықтан алдан Мәмбет әріптесінің көптеген қорларды ашу керек деп қайта-қайта айтып жүрген жайы бар. Осындай құпия қорлар бар. Қорыта келгенде айтарымыз, Қазақстаннан сыртқа шыққан босқындарды және Қазақстанның өз ішіндегі босқындарды есептегенде, олардың жалпы санының 1 миллионнан асып түсетінін, нақты санақ бойынша 1.149 мың адамнан асатынын аңғара аламыз. Яғни, осы деректердің бәрін мені неге айтып тұр? Ауғанстанға Иранға алғанта кеткенін білесіздер. Ал енді негізгі шетелге ауғандар қазақтар Қытай арқылы кетті да, қалғандар мына Ресеймен еділ бойы, біразы 30 мыңдай Қырғызстанда, кейін одан аздауы Өзбекстанда, олар енді уақытша тұрды көбінесе. Босқын болып кетті. Ал енді мен айтайын деп тұрғаным, осы босқындар санын әлі де зерттей түсуіміз керек. Өйткені әрбір облыста босқындардың санына байланысты өте көп материалдар бар, архивте, құжаттар. Мен енді мына цифрға тоқтауды өтінемін. Жаңағы 92 жылы парламенттің қаулысы бойынша 2.200.000 қазақ қырылды деп жүрміз ғой, домалақтап алып. Осы цифрға тоқтағанымыз дұрыс болар еді. Қазақтың саны ол кезде 4 миллион, жаңа айттым 800 мың. 5 миллионға жақын. Ана Аханың баяғыда көрсеткен цифрларына бұл цифрлар қайшы келмейді. Өйткені 21-22 жылғы ашаршылықта қазақтардың 30%-тен астам қырылғаны Швецовтың «Казахское естественное хозяйство в его исторических условиях» деген 26 жылғы монографиясында көрсетілген. Әлихан ағамыздың кеңесімен ақылдасып жазылған кітап 26 жылы профессор Швецовтың. Сонда ол кісі көрсетеді 21-22 жылғы ашаршылықта қазақтардың өздері ғана емес, малдарының қалай қырылғанына дейін көрсеткен статистикалық цифрлар бар. Біреулер ойлайды, бізді ақымақ та ойлайды тарихшылар. Ешқандай қолдарында дерек жоқ деп. Сөйтіп азамат соғысында бәлен адам қырылған деп айдай береді. Мағаш Тәтімовтің есебі бойынша 730 мың. Енді сонда профессор Швецов дөңгелектеп береді 30%.
қазақтардың 21-22 жылы ашаршылықта қалған. Санын да береді. Саны бар, мына менде бар. Мінекей берейін. Мұхамеджан Тынышбайұлы ағамыздың есебі бойынша 17 жыл Қазақстанда 2.910.000 қазақ өмір сүрген болса, ал Сириус бұл қуғындалып келген адам, Есер партиясының госпланда. Біздің Қазақстанда маман. Сириустың 24 жылғы жүргізген санағы бойынша қазақтардың саны 1.965.443 мыңға әрең жетіп жығылған. Қаншама қазақ жоқ, қараңыз. Табиғи өсімді есептемегеннің өзінде 1 миллион қазақ қайда деп жазып қойдым. 21-22 жыл. Ары қарай профессор Швецов есеп қисабы бойынша тек 21 жылғы ашаршылық салдарынан Қазақстанда болған кемудің өзі ғана қазақтардың кемуі 30%-тен кем емес деп көрсеткен профессор Швецов. Енді мен ойлаймын, біз енді ағайындар әріптестер, біздің зиялы қауым, журналист әріптестеріміз бар, тағы публицист әріптестер бар, саясаттанушылар бар. Көзді жұмып айта бергенді қояйық. Деректер жоқ деп ойлайды кейбіреулер. Кім тексеріп жатыр мұнда? Деректер тұр. Әңгіме сонда Қайдар Сейсенбекұлы айтпақшы, сол деректерді осында отырған Мәмбет Қойгелдей, мына Қайдекеңнің өзі мен сияқты бір саусақпен санарлық адамдар ғана жұмыс істеді сол деректермен. Соны ескерейік. Ал енді менікі дұрыс екен деген амбицияны қойып, үлкен сипырды айта бергенді қояйық. Анау Мұхтар Шаханов ағамыз бір жерде ма 4 миллион қазақ өлген дейді. Айналайын ол енді қазақтың саны 30 жыл 4.800.000 болса, онда біз қайдан шықтық? Кімнен тудық? Біз Қытайдан тудық па? Қаяқтан тудық? Енді ойланып айтайық. Ал енді жаңағы азамат соғысында қырылғандармен мына кейінгі коллективизация жылдарында қырылғандарды қосып алсаңыздар мүмкін шынында да 3 миллионнан асып кетеді қасіретіміз. Екі ашаршылықты қосқанда. Онда ол мәселенің басын ашып жазу керек, екі ашаршылықта. Кейбіреулер осы 3 миллионнан астам адамды 1931-33 жылға айдап береді. Онда қазақтың саны 4.800.000 айналасы болса, онда не болды сонда Қазақстан? Міне осылайша тарихты өзіміз бұрмалап жүрміз. Тарихи деректер осы архивте мен бірнеше ай отырдым осы кезеңде. Мына архивте Қазақтан алынған малдың санының бәрі тіркелген. Мәскеуге алып кеткен. 40 миллион бас малдың 36 миллион бас қалды ғой. Соның 9 миллион басы ғана Қазақстанда алған. Қалғаны сыртқа кетілген. Осы несі, мына сводкалар отыр. Арнайы мекемелердің бәрі ресми жүр, осы архивте. Осында мұның бәрін айтып тұрғаным енді менің баяндамам өзі негізінде Қазақстандағы ашаршылық туралы айтатын болсақ, тарихи нақты деректер негізінде айтуымыз керек. Әйтпесе тарихымызды қалпына келтіре алмаймыз.